Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге ең оңай жасалатын варенье қосылған пирогтың рецептін ұсынатын боламын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер және де видеоның соңына дейін қараңыздар. Пирогтың қамырын дайындау үшін бізге үй температурасындағы сары май, қант, тұз, жұмыртқа, сода, уксус және ұн қажет болады. Ең алдымен ыдысқа сары майды саламыз. Қант, тұз, жұмыртқа қосып шаншқымен бір келкі болғанша еземіз. Содаға уксусты құйып, реакция жүрген соң жұмыртқа массасына құямыз. Жақсылап араластырамыз. Онда аз-аздан сала отырып, жұмсақтау қамыр илейміз. Иленген қамырды екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін үлкендеу етіп, ал екінші бөлігін кіші етіп бөлеміз. Үлкен қамырды пакетке салып, тоңазытқышқа қоямыз. Кіші бөлігіне қалған жарты стақандай ұнды қосып, қаттылау етіп илейміз. Пакетке салып, 20 минутқа мұздатқышқа қоямыз. Қамырдың үлкен бөлігін тоңазытқыштан шығарып, пергамент қағазын төсеп, қалыңдығы 4-5 мм етіп жаямыз. Жайылған қамырды противенге салып, вареньеміз ағып кетпес үшін шет жағын көтеріңкі етіп шығамыз. Енді қамырдың үстіне кез келген қою вареньяны жағып шығамыз. Менде бұл жерде қарақаттың вареньесі. Вареньяны үстіне мұздатқыштан шығарылған кіші қамырды алып, үккіштен өткізетін боламыз. Енді 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минут қызарғанша пісіреміз. Пирогымыз дайын болды. Иісі де дәмі де өте керемет болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де дайындаған болсаңыздар, комментарийға пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Каналыма өтіп, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, көптеген тәттілерді менімен бірге дайындаңыз.